Баршаңызға сәлем, құрметті халық емі арнасының оқырмандары. Біз күнделікті тұрмысқа қолданып жүрген сарымсақтың бірнеше ауруға ем екенін білеміз, алайда оның пайда болу тарихынан бейхабармыз. Осы орайда сарымсақтың нақты қандай ауруларға емдік дәрі ретінде қолданылатынын толығырақ ашып айтуды жөн көрдім. Бұл жайында айтпас бұрын арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басып достарыңызбен бөлісеміз. Айта кетсек, сарымсақ пияз тұқымдасына жатады. Осы себепті де сарымсақтың жуа құрамымен ұқсастығы бар. Көкөністер арасында белсенді түрде қолданылады және оның иісі өткір, дәмі ащы. Осы себепті аталған жабайы өсімдік дәмдеуіш ретінде барлық ет және жеңіл тағамдарға қосылады. Таудың тасты беткейлерінде өсетін өсімдіктің ерекше дәмі мен ащы иісі оның құрамындағы күкірттің болуына байланысты. Дәлірек айтқанда, күкіртті қамтитын бір маңызды зат бар. Бұл аллицин. Сарымсақ дәл осы зат арқылы өз пайдасын тигізеді. Аллицилин көптеген пайдалы қасиеттері бар химиялық зат. Ол жүрек қан тамырлары, тыныс алу және иммундық жүйелердегі асқазан ішек жолдары және адам ағзасындағы басқа да аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ сарымсақтың емдік қасиеті тек аллицилин арқасында ғана деу қате пікір. Оның құрамында басқа да фармакологиялық белсенді заттар, микро және микроэлементтер, витаминдер, антиоксиданттар бар. Сондықтан сарымсақтың қаншалықты пайдалы екенін тоқтамай тигізе беруге болады. Бірақ тұмау мен суық тиюді емдеуден басқа сарымсақтың тағы қандай қасиеті бар екенін бірі білсе, бірі біле білмейді. Ал енді бүгін сарымсақтың 13 түрлі қасиетімен бөлісеміз. Дәлірек айтсақ, сарымсақ демікпе, көз аурулары, гипертония, құлақ ауруы, безеу, бөртпе және басқа да түрлі ауруларды емдеуге көмектеседі. Бірінші емдік қасиеті сарымсақ асқазан ішек жолы ауруларына ем. Асқазан ішек жолдары ауруларын сарымсақпен емдеу жаңалық емес. Сарымсақ бүкіл ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Сондықтан оның жұмысын кішкене де түрде жақсартып, жан-жақты жетілдіреді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерін алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Көкөніс құрамындағы заттар ішектердің қызметін жақсартады, ісінуді жояды, шырышты қабықтық тітіркенуді жеңілдетеді және тамақтың ас қорыту процесін реттейді. Ол үшін ең маңыздысы сарымсақты қалай дұрыс жеу керек екенін біліп алу қажет. Сарымсақтың екінші емдік қасиеті диабет кезіндегі сарымсақтың пайдалы қасиеті. Қант диабеті қауіпті ауру, оны емдеу өте қиын. Ауру бүкіл ағзаның жұмысын бұзады. Бүйректің, жүрек қан тамыры мен жүйке жүйенің жағдайын нашарлатады. Өкінішке қарай сарымсақпен қант диабеті емделмейді. Десе де қант диабетіне сарымсақтың айтарлықтай пайдасы бар. Ол ауру кезіндегі көптеген жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Әсіресе профилактика ретінде көптеген дәріханаларда сатылатын сарымсақ майының сығындысы мен немесе үйде дайындалған сарымсақ майының қолдануға болады. Сарымсақтың үшінші емдік қасиеті. Сарымсақ холестеринді төмендетеді. Аллицилин заты липопротеидтердің тотығуына жол бермейді. Мұндай тотығу атеросклерозға қауіп төндіреді, ал сарымсақ оның алдын алатын таптырмас зат. Күнделікті қолданысқа, әсіресе қандағы холестерин мөлшері жоғары адамдарға сарымсақ ұсынылады. Мысалы, осы мақсатта, яғни холестеринді түсіру үшін сүтке тұтас сарымсақ қосып ішуге болады. Бір қызығы, сарымсақтың өзінің құрамында аллицин жоқ. Бұл зат сарымсақ жасушаларының механикалық бұзылуы кезінде пайда болады. Сондықтан көптеген халықтық рецептілерде сарымсақтың пайдасы барынша көп болуы үшін ұсақталған дәрі-дәрмектерді бірнеше минутқа қалдыру керек екені көрсетілген. Сарымсақтың төртінші емдік қасиеті гипертония кезіндегі сарымсақтың емдік қасиеті. Сарымсақта қан мен жүрекке пайдалы болатын көптеген факторлар бар. Жоғарыда аталған аллицин сонымен қатар тамырды кеңейтетін қызмет атқарады. Гипертония кезінде жылдам көмектесетін қасиетке ие, жалпы осы ауруға тез әрекет ете алады. Сондай-ақ осы пияз тұқымдас көкөніс тромботиттердің жабысып қалуын болдырмайды.
тромбоциттердің жабысуы инфаркт пен инсульттің негізгі себебі екені көпшілікке мәлім. 5-ші емдік қасиеті. Сарымсақ арқылы көз ауруларын емдеуге болады. Сарымсақтың құрамында С дәрумені өте көп. Сонымен қатар сарымсақ селен, көбінесе күкірт қышқылынан шығарылатын сұрғылт қара металлит мен квертинтке табиғи биохимиялық зат бай. Сондықтан бұл пияз тұқымдас көп инфекцияларды күресу үшін қолдануға болады. Сонымен бірге сарымсақтың көмегімен көз айналасындағы ісінуді кетіре аламыз. Сарымсақтың құлақ ауруларына емдеу қасиетіне ие. Құлақ ауруы кезінде сарымсақтың пайдасы ұшан теңіз. Сарымсақ бұл қышыма қотырды бактериялар мен вирустарды жоятын белгілі антибиотик. Құлақтың қабынуы жағдайында сарымсақтың зәйтүн майымен араластырып құлаққа тамызуға болады. Осы ретте сарымсақ майын дайындау әдісімен де бөліскен жөн болар. Ол үшін жаңа сығылған сарымсақ шырыны мен зәйтүн майын ең тең мөлшерде араластыру қажет. Дәрілер бөлме температурасында сақталады, бірақ 3 күннен кейін артық сақтауға болмайды. Сарымсақтың 7-ші емдік қасиеті. Сарымсақ ішек құртын жояды. Сарымсақ диарея, дизентерия және өзге де әртүрлі ішек қызметін бұзатын ауруларды жақсы жоюға көмектеседі. Ол патогенді ішек микрофлориясын толығымен жоқ қылып, қабыну мен тітіркенуді болдырмайды. Яғни ішек құрттарын қарсы дәрі ретінде аталған пияз тұқымдасты пайдалануға болады. Сонымен қатар сарымсақ ауру тудыратын микроорганизмдерді жоқ қылып, сау ішек микрофлориясын қалпына келтіреді.